Жанашыр адамдарға жаздың басында басының түрлі жарақаттарын алған 11 жастағы Иван Хлопцевтің туғандары көмекке жүгініп отыр. Риддерде бала бас сүйегінің трепанациясын, 2 күрделі отаны өткерді. Қазіргі уақытта Ваня облыстық ана және бала орталығында вегетативтік күйде жатыр. Оған ұзақ әрі қымбат тұратын реабилитация отандық әрі шетелдік клиникаларда да талап етілуде. Ауыр науқасты ресейлік үздік реабилитациялық орталықтардың бірінде қабылдауға дайын. 3 айлық курсының құны 3 миллион 37 мың рубль тұрады. Бұл 17 миллиондай теңге. Оған қоса науқасты тасымалдау шығыны да бар. Бір апта бұрын отбасы қаржы жинауды жариялады. Қажет сома 20 миллион теңге. Бүгіндері жүздеген жанашыр адамдардың арқасында 2 миллионнан астам теңге жинай алды. Реабилитацияның медициналық қызметіне бөліп төлеуге болмайды. Баланы орталыққа курсқа толық төлем жасағаннан соң бірақ қабылдайды. Сондықтан Иван Хлопцевтің реабилитациясына қаржы жинау жалғасуда, әрі ол шұғыл. Деректемелері экранда көрсетілген. Баланың отбасы жалғыз бәлені жеңе алмайды. Бей-жай қарамаңыздар.